Құрметті көрермен, абай ілімі мен Қазақстан қоғамын қалай ізгілендіреміз деген тақырыбымызды ары қарай жалғастырайық. Уақыт өтіп жатыр, көптеген жаңалықтар болып жатыр. Бүгін енді сіздерге бір-екі бұлай тұсаукесер дейміз ба, екі жаңалық туралы хабарымды бастамақшымын. Оны бірінші біздің бүгінгі хабарымыз болады. Әрине барлық жерде абай жүреді, абайдың құндылықтары жүреді, бірақ бүгінгі өмірмен байланыстыру. Мәні сіздерге айтайын дегенім, естеріңізге салайын, 22 жыл қаңтар оқиғасы. Сол қаңтар оқиғасында әлем күтпеген жаңалық болды. Әлем күтпеген. Біз де біріміз байқадық, біріміз байқамай қалдық. Бұл қандай жаңалық десеңіз, сау етіп біздің өмірімізге жасанды интеллект кірді. Искусственный интеллект дейді. Ол мынау нейросеттер арқылы, солар программалар арқылы, алгоритмдер арқылы нейросеттер миллиардтаған, соны ғалымдар, технологтар тауып, соны адам өміріне пайдалану басталды. Міне бұл айтқанда жасанды интеллект революциясы басталды деу керек. Міне осы мәселе туралы бүгін хабарымызды жасанды интеллект туралы айтпақшымын. Жасанды интеллекттің қайдан шыққандығы, бүгінгі өмірдегі іске асып жатқандығы, ертең не күтеміз деген мәселелерге қысқаша жауап беруге тырысайын. Тоқетер ретінде айтқым келеді, жасанды интеллектке байланысты енді не істеу керек деген сұрақ туы мүмкін. Қысқасы содан бастайын, содан ары қарай жалғастырамыз. Не істеу керек дегенде, бірінші білім қою керек. Білімді ел ғана қиындықтан шыға алады, кезі келген. Міне осы жасанды интеллектке байланысты қазір білімді қоуымыз керек біз. Міне осы мәселені айтқым келеді. Ол білім дегенде кімге байланысты дейсіздер ғой? Әрине ол бүкіл халыққа. Бұл айтқанда математика, білесіздер ғой, арифметиканың көбейту кестесі бар ғой. Міне сол көбейту кестесінде білу керек біз осы жасанды интеллекттің қалай пайдаланамыз деген мәселеде. Ол дегеніміз бесіктегі баланы айтпай қояйық, балабақшадан бастап, менің жасым енді 80 келді деп айтып қада болады. Міне 80-дегі ақсақалға дейін жасанды интеллекті, мына нейросеттерді пайдалану, мына сотовый деген мәселе бар. Осының бәрін қалай бетіп бұлай басып қойып пайдалануды үйрену керек. Мысалы біздің Силикон долинада, Америкада оқып жүрген балаларымыз дейік. Бізде шетелде IT технология, осы жасанды интеллектті оқып жүрген балаларымыз қаншалықты біледі біздің рухани, мәдени, тарихи құндылықтарымызды. Абайды қаншалықты біледі, оны бір Құдай біледі. Егер ол рухани құндылықтарымыз ол балалар бойына сіңдіріп жақсы білмесе, анау жасанды интеллекттің астында қалып қояды. Солай болып та жатыр, өкінішке орай. Жасанды интеллектпен айланысу үшін қазір алдыма мынаны терең білуіміз керек. Мен осыны арнайы айтқым келеді. Енді біраз ай болды менің, жыл болып қалды айланысып жүргеніме. Міне жасанды интеллект деген кітабым дайын болды. Құда қаласа шыққаннан кейін тағы тұсаукесері болар. Оның аты былай деп аталады: Абай, әлем, жасанды интеллект жолы дейді. Негізінде жасанды интеллектке мән беру. Бірақ біздің рухани құндылықтарымыздан, эволюциялық дамуымыздан бері қарай жүріп. Міне осы кітапта біз 14 былай айтқан тарау жазылды. Сол 14 тараудың бәріне тоқтамасам да, кейбір маңызды жерлерін сіздерге айтқым келеді. Бірінші, жалпы жасанды интеллект дегеніміз не? Деген сұраққа айтсам,
қарапайым тілмен айтсам, жасанды интеллект деген сөз, бұл мынау өмірде, адамзат өмірде нені игерсе, толып жатқан зат қой. Соны жеңілдету, машина құралынан жеңілдету, мысалы. Ол бұрында жүріп келді. Техника, технологиямен жеңілдету. Бірақ мынау кейінгі уақытта нейросеттер деген шықты. Миллиардтаған адамның миында 100 миллиард нейросет бар екен, көрдіңіз ба? Міне соларды алгоритм деп, соларға программа жасап, нейросеттерді пайдаланып, кез келген дүниені, мысалы, соның құралымен технологиялық шешіммен іске асыру. Міне біздің жасанды интеллект дегеніміз осы. Адамның ақылды көмекшісі, былай қысқаша айтсам. Ғылыми техник прогресс қатты дамыды. Міне осылай бертін келе, жаңа айттым мен, әсіресе осы кейінгі 3-4 жылдың ішінде лап ете қалды. Жаңа нейросеттермен. Қазір бұрын бар ма еді, айта қойыңыздаршы. Қазір мынау тексті берсеңіз, бір тілде жазса болды, қазақ тілінде. Қай тілге керек болса, міне 2 минутта, 3 минутта сізге аударып береді. Сұмдық қой. Искусственный интеллект GPT-чаттың арқасында аударып береді, мысалы. Бұрында жоқ еді ғой. Егер сөйлесеңіз, сөзіңізді жазба түрінде аударып береді. Көрдіңіз ба? Біз не істеп отырмыз? Біз де қой бағып отырған жоқпыз. Қазақстан Республикасының президенті, мен Москвада мемлекеттік университетті МГУ дейді, үлкен жасанды интеллект туралы халықаралық конференцияда айттым. ТМД елдерінің ішінен бірінші болып Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы жасанды интеллектке мән беріп, осы мәселені арнайы көтеріп, басымдық беріп, тез арада іске асыру керек деп 3 жылда цифрлы Қазақстан болайық. Жасанды интеллект туралы жеке министрлік құрылды, оған зампремьер деген статус берілді. Жасанды интеллект туралы 29 жылға шейін бағдарлама қабылданды. Міне көрдіңіздер ме? Талай іс-шаралар басталды. Жасанды интеллект туралы заң қабылданды. Міне көрдіңіз, Қазақстан көп нәрседен қазір ілгері кетуде. Бұл өте жақсы. Әлі де істейтін шаруа шаш етектен. Себебі күнде бір жаңалықты алып келіп жатыр жасанды интеллект. Қазақстанда да осы мәселелер стартап жасалды, Астана хаб жасалды, ақылды қала мәселесі көтеріліп жатыр. Міне осындай ізденістер бар. Бұның бәрі әрине инвестиция салумен, жаңағы трансфер технология сияқты мәселелермен, ал негізінде өзіміздің мамандарымыз өте нашар. Міне сол себептен Қазақстан біздің ақш-тың тәжірибесін, Қытайдың тәжірибесін, жаңағы оңтүстік Корея мен Японияның, әйтпесе Сингапурдың, Ресейдің де тәжірибелерін алу керек. Индияда өте программистер сұмдық дайындауда. Міне осы мәселеден Индиямен қалай айланысып жатырмыз біз? Не алып жатырмыз Индиядан? Оны білмеймін. Алматыда қарасаңыз, мына орталық көшеде Индияның жастары бізде көп оқуда, Казгуда оқуда толып жүр. Біз оқытып жатырмыз оларды. Олардан ағып біз мына программа обеспечение керемет дүниелерді алмаймыз біз. Сұрақ бар ғой? Бар. Міне осындай мәселелерді шешу керек деп ойлаймын. Жасанды интеллект қарағанда біз жаңадан қазір тай-тай басып тұрғаннан кейін, жаңа бастағаннан кейін шетел тәжірибесіне қатты мән беру керек. Біз кадр дайындамасақ өте қиын. Соны не үшін айтып отқаным, кадр мәселесіне біз қазір мән беруіміз керек. Адресіне біздің министрлік қазір басымдылық беріп, осы жасанды интеллекттен жаңа айтқан ең мықты жерлерден жастарымызды оқытуымыз керек. Олар жасанды интеллектті игерудің ең технологиясын білу керек. Технологиялық шешімдерімен, нейросеттермен терең жұмыс істейтін мәселелерді, алгоритмдер жасау керек. Міне нағыз маман болу керек, былай айтқанда. Міне осы бізге жетіспейді. Себебі өзімізде ондай стартап разработкалар жоқ, Ресейдегі сияқты мысалы. Бұл өте қажет бізге деп айтқым келеді. Біздің экономикамыз енді жасанды интеллектпен байланысты.
экономикалық табыс. Табысы біз қайдан аламыз қазір? Әлі де табысты біз мұнай, газ, қазба байлықтан алып отырмыз. Көрдіңіз ба? Ал шетел, Қытай енді бір 4-5 жылдан кейін 26%-ға шейін ұлттық жалпы ішкі өнімнің үлесі жасанды интеллекттен келетін пайдасы 26%-ға шейін болмақшы 4-5 жылдан кейін Қытайда. Ресейде 4%-ға шықпақ шейін 4-5 жылдан кейін. Бізде 0,0 айтқанда 0,01. Міне сол себептен бұл мәселені қатты қолға алу керек. Сондықтан жасанды интеллект экономикасы келді. Экономиканың көптеген салаларына біз енгізуіміз керек. Сондықтан мынау жасанды интеллект біздің көзімізді ашу керек қазір. Осыны біз ұстауымыз керек. Былай. Соны айырылмауымыз керек. Қазақшалап айтсам. Осыны ұмытпайық. Жасанды экономикасы деген менің осыны айтқым келіп отыр. Ал енді әрине жасанды интеллекттің зиянды жерлері көп. Көзімізді ашып жұмғанша алдыңызға әкеп тастайды керек дүниенің бәрін, жасанды интеллект. Бірақ соны дұрыс пайдалана білуде. Ал енді оның теріс жағы, 20% теріс жағы деген сөз өте қиын. Себебі жасанды интеллект қарағанда заманында қазақшалап айтса екі шоқып бір қарау керек. Себебі бұның қауіпсіздік мәселесі өте үлкен. Қауіп қатері көп болды. Себебі жасанды интеллект ұрлықшыларында қолында кетуі мүмкін. Террористердің де қолында кетуі мүмкін. Бір Құдай біледі. Оған қарсы жұмыс істемесек, біз далада қалып қоямыз. Сондықтан мынау қауіпсіздік мәселесі өте қажет мәселе. Сондықтан қауіпсіздікке қатты мән беру керек. Оның өзінің заңы бар, заңдармен көптеген заңдарға өзгерістер енгізу керек. Жаңа нормативтік регламенттер жасау керек. Қауіпсіздікке қарсы тұратын дүниелер өте көп. Міне осы мәселелермен айланысуымыз керек, әрине біз. Ал бұл жерде әрине жаңа тағы да кадрға келеді. Кадр дайындауды күшейтуіміз керек. Себебі жаңа жұмыс орындары пайда болады ғой. Мысалы, осы жақын арада 50 миллион адам мынау водительдер машина айдаудан. Оның бәрі автоматтандырылады, машина айдау. 50 миллион адам жұмыссыз болады екен, водительдер. Сұмдық қой. Жасанды интеллект уақытысында мынау заңгерлер, соттар, жұмыссыздық көбейеді, оларда да дейді. Мынау жоспар бойынша, эксперттердің айту бойынша. Міне осылардың орнын толықтыру, жаңа жұмыс орындары ашылады. Оған білім керек қой. Егер технологияны білмесеңіз, жаңағы айтпесе математиканы білмесеңіз, алгоритмдерді білмесеңіз, программалар білмесеңіз, қалай іске жүресіз, мысалы. Көрдіңіз ба? Осы тірліктердің бәрін іске асыру үшін біз қауіпсіздікпен қатар білімге қатты мән беру керек. Жаңа мен білім мәселесін айттым. Әрине, бұл жерде санады өзгеру керек. Психология адамның өзгеру керек. Себебі жаңа дүниелер келіп жатыр ғой. Көрдіңіз ба? Сондықтан сана, білім, ғылымның жолымен жүру керек деп айтқым келеді. Енді ол сіздер ойламаңыздар, бүгін әп-сәтте келеді деп. Бірақ 20-30, мүмкін 50 жылдан кейін шығар. Қазір өте қиын. Себебі мынау сіздерге бір проблеманы айтайын. Сингулярность дейді. Сингулярность деген мәселе, бұл Курсвейлдің ғалымның айтқаны, егер жасанды интеллект қатты дамып кетсе, оны реттеу мәселесі қиындап баратса, олар адамнан білімі жоғары болып баратса, сингулярность уақытысы туы мүмкін дейді. Ол 2045 жыл деп айтып отыр, оның айтуынша. Ол деген сөз өте қиын, апатқа алып келуі мүмкін. Үлкен жойқын дүниелер болуы мүмкін, қауіп қатері болуы мүмкін. Міне осы мәселелерден сақ болу керек деген мәселені ол кісі айтып отыр. Егер осылай жөнді жұмыс істемесек,
сондай мәселеге тап болуы мүмкін. Сингулярность дейді оның аты. Міне осы мәселе туралы көптеген мына жерде ғалымдар жазған, жақсы жағын да жазған, жаман да жағын жазған. Мысалы, Мур деген ғалым бар, айтады, қазір лап ете қалған технология дейді, 1 жылдық технология келесі жылы 2 есе көбейеді екен ғой. Сұмдық қой, миллиардтаған жаңағы өзгерістер болады, миллиондаған, миллиардтаған. 2 есе өзгереді, көрдің бе? Жыл сайын 2 есе өсіп отырады, Мурдың заңы бойынша. Әрине, осы Мурдың заңы бойынша 2 есе өсіп отырса, жаңағы Күріспейіл айтпақшы, ақыр заман, қазақшылап айтқанда ақыр заман туы мүмкін. Көрдіңіз бе? Міне осындай мәселелерге өте сақ болу керек. Сондықтан қазір көз ілеспейтін жаңалықтар алдынан өтіп жатыр. Бұған өте біз мән бермесек, жаңағы сингулярность деген мәселеге тап болуы мүмкін. Ол үшін біз мына жасанды интеллекттің заңдылықтарын білу керек, реттеу керек, бақылау жасау керек, басқару жүйесін ойлау керек, жаңағы осының бәрін. Міне осылай жағдай осылай болып тұр. Жалпы бір сөзбен айтсам, қазір біз былай айтқанда айсберг деген білесіздер ғой. Мұхиттағы мұзды үлкен айсберг дейді. Оның тек біз қазір үстін көріп отырмыз. Ал оның астында, ең үлкен жағы астында жатыр. Міне мынау жасанды интеллект дүниесі де солай болып тұр. Бұл айсбергтің бізге келген тек үсті. Соны біз әлі жақсылап бұл мәселемен айланысуымыз керек. Былай айтқанда біз енді аламан бәйгеге келдік. Әлем аламан бәйгеде. Міне сол аламан бәйгеде жасанды интеллект қазір алда келе жатыр. Міне осыған қатты мән беруіміз керек. Ол үшін өткенде де айттым, жалпы бізге 2 нәрсені жақсы білуіміз керек. Біреуі осы аламан бәйге, бұл да жасанды интеллекті адамның туындысы. Бәрі адам жасап отыр оның бәрін былай айтқанда. Бірақ соншалықты кереметтілігі нейросеттің, соның нейросеттің күшімен, технологияның күшімен, шешімдердің адамның ақылынан асып кетейін деп отыр ғой. Қазір мысалы мен бір мақаланы берсем, бір ойды айтсам, 3-4 жолына қайталам. Мына жерде ғалым ретінде. Жасанды интеллект мыңдаған жолын қарайды екен ғой сонда. Бір секундтарда 1 минутқа жетпей мыңдаған жолына қарап шығады. Бұл сұмдық қой енді, бұл фантастика былай айтып отқанда. Міне осыны біз ақылмен пайдалануымыз керек енді. Ақылмен пайдалануымыз керек. Бізге сондай мүмкіндік беріп отыр. Енді Құда қаласа мынау кітап шығады. Сол уақытта сіздермен тағы да кездесетін болармыз. Рахмет, аман есен болайық, көріскенше күн жақсы.